Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге толқын француз тілін үйрену каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен француз тіліндегі апта күндерін үйренетін боламыз. Les jours de la semaine. Jour дегеніміз көпше түрде күндер, la semaine апта деген мағынаны білдіреді. Дайын болсаңыздар бастайық. Дүйсенбіден бастаймыз. Lundi, mardi, сейсенбі, mardi, mercredi, сәрсенбі, mercredi. Менімен бірге апта күндерін қайталап айтып отырыңыздар. Бейсенбі деген jeudi, vendredi, жұма, vendredi, samedi, сенбі, samedi, dimanche, жексенбі, dimanche. Мінеки достар, бүгін біз сіздермен апта күндерінің атауларын үйрендік. Енді алдағы уақытта тағы да қандай тақырыпқа видео түсіргенімді қалайсыздар? Қандай тақырыптар көбірек қызықтырады, сол туралы комментарийде пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Назарларыңызға көп рахмет. Видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.